Аполлос қаласының шерифі Рэндалдың ранчосына оның 2 адамын кісі өлтірген үшін қамауға алу мақсатында келеді. Алайда Рэндал заңға бағына бермейтін адам. Шериф көмекшілеріне қылмыскерлерді алып кетуді бұйырғанда, Рэндал оларды кейін шерифтің өзінде өлтіреді. Көп ұзамай Эверетт Хич пен Вирджил Коул есімді ескі достар Аполлозаға келеді. Оларды қала ақсақалдары банданың қорқытып үркітуінен қорғау үшін шақырған. Бүкіл қаланы үрейде ұстап отырған бұл топты тәртіпке келтіру үшін Коул осында қалуды шешеді. Олар дереу барда Рэндалдың 2 адамы шу шығарып отырғанын біледі. Коул мен Хич олармен есеп айырысуға бет алады. Жаңа шерифтің бұйрығына бағынудан бас тартқанда, Коул екеуін де өлтіріп, ал Хич үшіншісін тұтқындайды. Банданың 4-ші мүшесі беріледі, ал Коул оны босатып жібереді. Осыдан кейін олар жаңа ережелерді жасап, оны салонның есігіне іліп қояды. Адамдарын өлтіріп тастағанын білген Рэндал бұны қандай шериф жасағанын көру үшін келеді. Ол Коулды қорқытпақшы болады, бірақ мерген талай нәрсені басынан өткерген. Егер Рэндал мен оның адамдары заңды ұстанса, ешқандай мәселе болмайтынын түсіндіреді. Көп ұзамай қалаға Элисон есімді жесір әйел келеді. Ол фортепианода ойнай алады, сондықтан оған қонақ үй салонында жұмыс ұсынады. Көп ұзамай Коул бұл әйелге ғашық болып қалғанын түсінеді. Кешкі әңгіме кезінде Коул эмоциясын ұстай алмай, тым шулап отырған мас адамды ұра жөнеледі. Ертеңінде Филодан кешірім сұрауды талап етеді, бірақ еркек бас тартады. Салонда болған оқиғадан кейін Элли Коулға келіп, оны сүйіп алады. Осыдан кейін екеуі қыз жігіт ретінде жүре бастайды. Көп ұзамай Рэндалдың бандасының мүшесі Джо Коул мен Хичке келеді. Ол бұдан әрі Рэндалға жұмыс жасағысы келмейді, сондықтан оларға шерифті өлтірген Рэндалдың өз екенін айтады. Джон сотта куәлі етуге уәде еткесін, екеуі қылмыскерді қамауға алуға аттанады. Рэндалда қарулы адамдар көп болғандықтан олар жасырын әрекет етуге шешім қабылдайды. Олар ранчоға түн ортасында жетіп, таң атқанша күтіп, оны қажеттіліктерін өтеп жатқанда ұстап алады. Бірақ шериф пен оның көмекшісін банданың бір мүшесі байқап қалып, дереу бұл туралы басқаларына хабар береді. Рэндалдың бүкіл бандасы Коул мен Хичті қоршайды, бірақ тәртіп сақшылары башына атып тастайтындарын ескертіп, бандиттерге кері шегінуді бұйырады. Осылайша олар қалаға жетіп, қарақшыны түрмеге қамайды. Мұнда ол Аполлозаға келетін судьяның үкімін күтуі керек. Бос уақытын Коул өзінің сүйіктісіне арнады. Олар бірге бір үйге көшуді ұйғарады, бірақ ол үй әлі бітпеген. Хич Эллиге келгенде әйел оны еліктіруге тырысып, тіпті күтпеген жерден сүйіп алады. Бірақ Хич досын сатпайтынын білдіреді. Бұл әйелдің ашуын тудырып, ол Хичті қуып жібереді. Көп ұзамай қалаға бүкіл банда келеді. Олар шерифтен өз басшыларын босатуды талап етеді, әйтпесе екеуіңді өлтіреміз деп қорқытады. Бірақ ол қорқақтардың қатарынан емес. Ол бандиттерден кетуді талап етеді, әйтпесе Рэндалды өлтіретінін айтып. Бандиттерге кетуден басқа амал қалмайды. Біраз уақыттан кейін қалаға округтың шерифі мен оның көмекшісі келеді. Олар пойызбен бірге Рэндалдың ісін қарайтын төрешінде ертіп келген. Сот процесі басталып, залға Рэндалдың жақтастары мен қарапайым қала тұрғындары жиналды. Джо Уитфилд уәде бергендей қала шерифін кім өлтіргенін айтып береді. Судья Рэндалды кінәлі деп танып, оған өлім жазасын тағайындайды. Сот аяқталған соң оны пойызға отырғызып, өлім жазасына кесілетін жерге апармақ болды. Бірақ жолда пойыз тоқтайды, себебі банда Эллиді ұстап алып келіпті. Олар оны Рэндалға айырбастамақшы. Коул келісуге мәжбүр болды. Ринг олар пойыздан алыс кеткенде Эллиді босатамын деп уәде береді. Бірақ Коул пойыздан түсіп бандиттердің артына түседі. Сол уақытта Хич қалаға аттар әкелуге кеткен еді. Көп ұзамай ол досын қуып жетіп, олар жылқыға мініп алып, олардың артына түседі. Көп ұзамай олар бандиттерді қуып жетеді. Бірақ кенеттен үндістер тобы пайда болады. Сол сәтте Коул күтпеген жағдайға куә болады. Элли рингпен бірге жалаңаш шомылып жатыр. Алайда қызғануға уақыт жоқ еді, өйткені үндістер бандаға шабуыл жасауға дайындалып жатты. Үндістер келгенде Коул мен Хич оларды үркіту үшін оқ жаудырады. Олар қарулар салынған қаптарды алып кетпеу үшін бір аттың аяғын жаралайды. Банда мүшелері қарусыз қалып, Коул олармен мәміле жасауды ұсынады. Рэндал кісенде болады, ал Ринг, Мэгги, Хич және Коул үндістер бар болғандықтан бірігіп әрекет етеді. Олар тек осылай ғана қалаға аман есен жете алатын болады. Жолға шықпас бұрын Коул мен Хич төбеден үндістерді байқады. Хич Бректің атын алып, олармен келіссөз жүргізуге барады. Ол үндістерге қымбат жылқыны ұсынады, өз өмірлері үшін. Үндістер бұл ұсынысты қабылдап, олардың артынан қумауға келісті. Түнде Элли Коулдың қасына отырып, рингпен жатып қойғанын мойындайды. Ол осылай өзімді қорғадым деп ақтайды. Сонымен қатар Хичті сүйгенін де мойындайды, бірақ бұл үшін Хичті кінәлайды.
Алайда Коул оған сенбеді. Өйткені ол досының ешқашан оның әйелін бірінші сүймейтінін жақсы біледі. Қалаға келген соң, Коул қылмыскерді жергілікті шерифке тапсырды, ал өзі Шелтондарды дуэльге шақырады. Ол Хитчпен бірге көшеге шықты. Сол жерде ол жергілікті шерифтің Шелтондардың немере ағасы екенін білді. Шериф Шелтондардың өтінішімен оларды босатып қару берген екен. Соған қарамастан, Коул мен Хитч атысты бірінші болып бастайды. Олар жарақат алды, бірақ Шелтондарды өлтіре алды. Алайда Рэндалл қашып үлгерді. Көп ұзамай олар президенттің Рэндаллды кешіргенін біледі. Демек сот үкімі бойынша енді оны ешкімнің ұстауға құқығы жоқ. Біршама уақыттан кейін Рэндалл қалаға қайта оралады. Ол бұл жолы қомақты қаржымен келіп Аполлосада өз ісін ашты. Коулға бұл ұнаған жоқ, бірақ ол ештеңе істей алмады. Хитч анда-санда оның ашқан салонына келіп тұрды. Ол Элиді пианинода ойнап Рэндаллмен жылы әңгімелесіп отырғанын көрді. Эли енді Рэндаллға қылымси бастады. Хитч Коулмен сөйлесіп Аполлосадан кетуді ұсынды, бірақ Коул бас тартты. Оның үйі осында еді, әрі ол Элиді жақсы көретін, сондықтан оны жалғыз қалдырғысы келмеді. Хитч түсінді, егер олар қалада қалса, бәрі ерте ме, кеш пе, қайғылы аяқталуы мүмкін. Бір күні ол салонға кіріп, Рэндаллдың Элидің мойнын нәзік сипап жатқанын көреді. Содан кейін ол өз бөлмесіне көтерілді, ал Эли оның артынан ерді. Осылай досы енді Элидің Рэндаллмен жата бастағанын түсінді. Осыдан кейін Хитч соңғы шешім қабылдады. Ол өзінің сүйіктісімен қоштасып, төс белгісімен тапаншасын тапсырып, Рэндаллды атысуға шақырады. Хитч оны көшеде атуды ұсынады, және оны сол жерде атып өлтіреді. Рэндалл бірінші болып тапаншасын көтергенімен, Хитч жылдам болып шықты. Енді оның досы әйелін жауымен бөліспейтін болады. Хитч атқа мініп, бақытын басқа жақтан іздеуге жолға шықты. Қылмыс жасағандықтан ол енді Аполлосада қала алмайтын еді, өйткені Коул оны тұтқындауға мәжбүр болар еді. Фильм осымен аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы